Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз егіншілік пәні бойынша 12-ші дәрісті бастаймыз. Дәрістің тақырыбы ауыспалы егістер туралы түсінік. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, ауыспалы егістер туралы түсінік. Екінші, ауыспалы егістерде дақылдарды алмастырудың тиімділігінің себептері. Үшінші, дақылдарды алғы егіс ретінде бағалау. Ауыспалы егіс деп ауыл шаруашылық дақылдарының керек жағдайда сүрі жердің танаптарда және уақыт кезеңінде немесе тек уақыт кезеңінде ғылыми негізделіп алмасуын атайды. Ауыспалы егіс туралы ілімнің дамуына академик Вильямс айтарлықтай ықпал жасады. Егіншілікте алға басуда ол негізінен кемінде 2-3 жыл астық және бұршақ тұқымдас көпжылдық шөптердің қоспасын өсіруді құрайтын тек шөп танапты ауыспалы егісті өндірісте енгізумен байланыстырды. Ауыспалы егісте шөпті пайдалануда ол бірнеше шектеулермен байланыстырды. Бірінші, көктемде шөпті тырмалау зиянды. Екінші, шөпті алқапты тек күздің соңғы күндері ғана жыртуға болады. Үшінші, күздік бидай және отамалы дақылдарды шөптің қыртысына орналастыруға болмайды. Бірақ бұл шектеулер өздерін ақтамады, ал күздік дақылдарды көпжылдық екпе шөптерден кейін орналастырудан бас тарту елде астықтың жетіспеушілігіне әкеліп соқты. Топырақ климат жағдайларында шаруашылықтағы қарқындату деңгейіне қарай ауыспалы егістер әртүрлі дақылдарды қамтыған 4-7 танапты болуы мүмкін екендігі дәлелденді. Кәдімгі және оңтүстік қара топырақтарда сүрі танаптың үлесі 14-16% болатын 6-7 танапты ауыспалы егістерді, қара және қоңыр топырақтарда сүрі танаптардың үлесі 16-20% құрайтын 5-6 танапты ауыспалы егістерді пайдалану ұтымдырақ болды. Топырақ климат жағдайлары одан да қатаң болғанда 4 танапты дәнді сүрі танапты ауыспалы егісті пайдалану ұсынған. Екінші сұрақ: ауыспалы егістерде дақылдарды алмастырудың тиімділігінің себептері. Дақылдарды ауыспалы егісте ауыстырып отырудың тиімділігінің көптеген себептері бар. Бірінші себеп химиялық себептер, екінші физикалық, үшінші биологиялық, төртінші экономикалық. Оларды академик осылай Пряничников осылай 4 топқа бөлді. Бірінші, химиялық себептерге негізінен өсімдіктердің азоттық және күлдік элементтермен қоректенуінің ерекшеліктері жатады. Ең көп алшақтық азот көздеріне байланысты болады. Ауыл шаруашылық дақылдарының химиялық себептерге байланысты алмастырудың қажеттілігін Лебев негіздеген болатын. Ол тек өсімдіктердің қоректенуіндегі күлдік элементтерге қатысты деді. Ол былай деп жазды: дәнді дақылдарды картоппен және беденемен алмастыру арқылы, яғни қоректік заттардың басқаша қарым-қатынасын қажет ететін және өздеріне керекті қоректік заттарды топырақтың дәнді дақылдардың тамырларына жетпейтін қабаттарына ала алатын өсімдіктермен кезектестіру арқылы біз бір алқапты өзімен өсімдік органикалық заттардың көп мөлшерін жинауды қамтамасыз етеміз деді. Лебев өсімдіктерді топырақтан қоректік заттарды алу негізінде жіктеуді ұсынды. Мысалы, калийді өсімдіктерге ол қант қызылшасы мен жүгеріге жатқызды. Әкті алатын өсімдіктерге бедене мен асбұршақты жатқызды. Бірақ бұл өсімдіктер топтардың арасында қатаң шекара қоймады. Шын мәнінде өсімдіктердің топырақтан қоректік заттарды алудағы айырмашылық салыстырмалы ғана. Кестеде көрсеткендей, қант қызылшасы тәрізді калийлі өсімдіктер шынында да калийді көп алады. Бірақ түйнектер мен тәтті тамырлардың өнімі 250-300 центнер болғанда, олардың топырақтан азотты алып шығуы да күздік және жаздық бидайға қарағанда жоғары болады. Жүгері мен биде азотты көп алады. Бірақ биденің басқа дақылдардан айырмашылығы ол ауадан алу арқылы топырақта азоттың көп мөлшерін қалдырады. Ауыспалы егісте бедене енгізу одан кейін дәнді дақылдарды азотпен қамтамасыз етуге жағдай жасайды. Биде құнды малазықтық дақыл. Азоттың бір бөлігі көңге ауысады да онымен бірге топыраққа қайтып келеді. Бұршақ тұқымдас өсімдіктер топырақты азотпен байыта отырып, ондағы фосфор, калий және басқа қоректік элементтерді азайтатындығын ескерген жөн. Осыған қарамай, барлық өсімдіктердің топырақты тоздыратыны анық. Сондықтан дақылдарды ғылыми негіздеген кезектестіру топырақтың тозуын тек баяулатады. Топырақта белгілі бір мөлшерде қоректік заттардың қоры болады. Сондықтан оның құнарлығын төмендетпеу үшін минералды тыңайтқыштар мен органикалық заттар мен көң, шымтезек, сабан сияқты толықтырып отыру керек.
Құрамында өсімдіктерге керекті қоректік элементтер бар минералды тыңайтқыштар жеткілікті мөлшерде өндірілетін кезде өсімдіктерді алмастырудың химиялық себептерін тежеу үшін тыңайтқыштардың ғылыми негізделген жүйесін қолдануға болады. Келесі фактор: топырақтан қоректік заттарды алу ерекшелігінен басқа өсімдіктердің топырақтың физикалық қасиеттеріне әсері бірдей емес. Бұл айырмашылықтар ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиялық ерекшеліктеріне және олардың агротехникасына байланысты. Отамалы дақылдардың қатар аралығы бірнеше рет өңделеді. Бұл топырақтың беткі қабатының тозаңдануына әкеліп соғады. Көпжылдық шөптер керісінше 3-4 жыл және одан көп уақыт өңделмейді. Бұл оның құрылымының жақсаруына себеп болады, бірақ топырақ тым құрғайды, тығыздалады. Дақылдар өздері өсірілген танаптардың ылғалдылығына әсері бойынша да ерекшеленеді. Бұл айырмашылықтар өсімдіктердің бір өлшеп құрғақ заттарындағы судың мөлшерінің, тамырларының топыраққа бойлау тереңдігін әртүрлілігіне байланысты. Жоғарыда келтірілген биологиясы және агротехникасы әртүрлі дақылдарды кезектестіру топырақтың тозаңдануынан және қатты құрғауынан сақтайды деп қорытынды жасауға болады. Келесі үшінші фактор: дақылдарды алмастырудың биологиялық себептері де бар. Өсімдік шаруашылығы қарқынды жүргізуде бұл себептер тобының мәні айрықша. Қайталап өсіргенде өнімділікті тежейтін себептер өте көп. Мұнда арамшөптердің, ауру қоздырғыштардың, зиянкестердің, тамырдан бөлініп шығатын заттардың жинақталуын, түрлі өсімдіктердің бір-біріне және өзіне төзбеушілігін жатқызуға болады. Бір дақылды ауыстырмай немесе ұзақ уақыт бір жерде өсіргенде арамшөптер, зиянкестер, ауру қоздырғыштар көбейеді, топырақ тозады, бірақ өнімнің азаюына әкеліп соғады. Ауыспалы егісте дақылдарды алмастыру биологиялық себептердің жағымсыз әсерінен азаяды, тіпті толық тоқтайды. Мысалы, күнбағысты алмастырмай бір жерде өсіргенде ол тоғышарлы арамшөп сұңғыласымен күшті зақымданады. Басқа дақылдарды ауыстыру егістікке енгізу сұңғыламен күрестің пәрменді шарасы болып табылады. Қант қызылшасын бір танапта ұзақ өсіру оның қауіпті зиянкесі қызылша жуан құртының көбеюіне әкеліп соғады. Қант қызылшасы онымен зақымданбайтын өсімдіктермен алмастыру өнімі қайтадан өз қалпына келтіреді. Бидайды алмастырмай өсіру оның тамыр шірігі аурумен зақымдануына әкеліп соғады. Ауыспалы егісте тамыр шірігіне төзімді дақылдарды, яғни сұлы, асбұршақ, жүгеріні енгізу олардан кейінгі бидайдың тамыр шірігі мен ауруын азайтады. Кейде дақылдарда бір жерден ұзақ уақыт өсіргенде өнімнің төмендеуі, топырақтың тозуы мен басқа себептермен қатар өсімдік тамырынан бөлінген заттардың және топырақ микроорганизмдердің тіршілігінің өнімдерін жиналуынан, топырақ ерітіндісінің қышқылдығының өзгертуінен, топырақта өсімдіктерге зиянды заттардың шоғырлануынан, арамшөптердің, ауру қоздыратын микроорганизмдердің тек көбеюінен туындайтын топырақтың қажуымен түсіндіріледі. Ауыстырылмай өсудің мерзімі ұзарған сайын ризосфера микрофлорасындағы өзгерістер де арта түседі. Өзіне өзі төзбейтін дақылдарға бидай мен арпа жатады. Сұлы, жүгері, шай жүгерінің өзіне өзінің және өзара төзімділігі жоғары. Олар көп уақыт бойы ауыстырылмай өсіруге болады. Ауыспалы егісте өзара төзімсіз дақылдар, яғни күздік, жаздық бидай, арпа болғанда, оның айналымы қысқа және дән дақылдардың үлесі 60-70% артық болмауы керек. Келесі себеп, төртінші себеп, дақылдарды кезектестіріп отырудың экономикалық себептері бар. Әртүрлі дақыл болғанда жұмыс кезеңдерге бірдей бөлінбейді. Оларда қауырт кезеңдері, яғни егін, себу, жинау болады. Әртүрлі дақылдарды өсіру, отамалы, дәнді, көпжылдық шөптер, жұмыс күшін, техниканы біркелкі пайдаланып, малды азықпен қамтамасыз етуді жақсартуға мүмкіндік береді. Ауыспалы егісте дақылдардың ғылыми негізінде ауысуы олардың тиімділігін арттырады. Дақылдарды кезектестірудің тиімділігінің себептерін талдау негізінде ауыспалы егіс ауыл шаруашылығы дақылдарының тіршілігінің жағдайларын және ғылыми негізделген алмастыру арқылы реттеу тәсілін қарауға болады. Қазіргі таңда топырақты су және қоректік режимін реттеген жағдайда өсімдіктерді алмастырудың биологиялық себептері басты анықтаушы және маңызды болып тұр. Келесі сұрақ: дақылдарды
алғы егіс ретінде бағалау. Барлық алғы дақылдарға қоятын талаптарда мына талаптарды ескеру керек. Бірінші, топырақтың өсімдік тамырлары тарайтын қабатына пайдалы ылғал қорының болуы. Екінші, топырақтың жыртылатын және төменгі қабаттарында қоректік заттардың өсімдіктерге сіңімді түрлерінің болуы. Үшінші, арамшөптердің, әсіресе егілетін дақылдарға бейімделген және тоғышар арамшөптердің болмауы. Төртінші, егілетін дақылдарға қауіпті болатын зиянкестердің және ауру қоздырғыштардың болмауы. Бесінші, жоспарланған дақылдарды қолайлы мерзімде себу үшін топырақты дайындауға қажет уақыттың болуы. Таза, екпе және арнайы сүр танаптар, яғни парлар. Дәнді дақылдар үшін сүрі танап ең жақсы алғы егіс болып табылады. Технологиясына сай өңделген сүрі танап қойылатын талаптарға толық жауап береді. Аймақтардың топырақ климат ерекшеліктеріне байланысты дәнді дақылдарға алғыс егіс ретінде сүрі танаптың бірнеше топтары және түрлері қолданылады. Көп жылдық тәжірибедегі жаздық бидайдың сүрі танапқа себілгендегі орташа өнімділігі басқа алғы егістерге қарағанда жоғары болады. Қуаңшылық жылдары сүрі танап қиын жағдайларға қарамастан технологиялық сапасы жоғары белгілі бір мөлшердегі өнім алуға мүмкіндік береді. Жаздық бидайдың өнімі сүрі танаптан алыстаған сайын төмендей береді. Сүрі танаптың пайдалы әсері бірінші және екінші дақылдарға анық байқалады. Жүгеріден кейін себілген бидайдың өнімділігі сүрі танаптан кейінгіге қарағанда төмен болады. Ал алғы егістік әсері тек бірінші дақылға ғана байқалады. Дәнді дақылдардан кейін себілген бидайдың өнімділігінің айырмасында ерекше заңдылықтар байқалмайды. Ал оның өнімділігі зерттеулердің барлық жылдарында төмен болады. Отамалы дақылдар. Отамалы дақылдар тобына дәнге, сүрлемге және көкбалаусаға өсірілетін жүгері, картоп, қант қызылшасы, дәнге және сүрлемге өсірілетін күнбағыс жатады. Отамалы дақылдар жаздық дәнді дақылдарға жақсы алғы дақыл бола алады. Күздік дақылдар үшін отамалы дақылдардан тек көкбалаусаға өсірілетін жүгері және ерте жиналатын картоп қана жақсы алғы дақыл бола алады. Батыс Қазақстан жағдайында жүгері мамандандырылған арнайы малаздықтық ауыспалы егістерде немесе органикалық және минералдық тыңайтқыштар қолданып арамшөптермен күрестің химиялық шаралары пайдаланылған жағдайда ауыстырылмайтын егіс ретінде өсіріледі. Келесі, көпжылдық шөптер. Аймақтардың топырақ климат жағдайларына қарай бұршақ, астық тұқымдас шөптер мен олардың қоспасы жаздық дәнді дақылдарға, картопқа және техникалық дақылдарға жақсы алғы егіс бола алады. Ылғалы жеткілікті аймақтарда бұршақ тұқымдас көпжылдық шөптердің орны ерекше. Ауыспалы егісте бұршақ тұқымдастарды енгізу ауыспалы егістің өнімділігін арттырады. Олардан кейінгі дақылдарды азотпен қоректігін жақсартады. Дән дақылдардың алғы егіс ретінде құндылығы олардың өздерінің қандай дақылдан кейін себілгеніне байланысты болады. Мысалы, тыңайтылған сүрі танапта себілген бидай сұлыға, арпаға, тарыға, қарақұмыққа және бұршаққа жақсы алғы дақыл бола алады. Келесі, аралық дақылдар. Аралық дақылдар егіншілікті қарқындатудың құралы болып табылады. Оларда ылғалды жеткілікті аймақтарда дән дақылдардың үлесі жоғары. Төмендегі көрсеткіштер аралық дақылдардың тиімділігінің белгісі болып табылады. Бірінші, қосымша өнім, әсіресе мал азығы үшін көкбалау салу. Екінші, топырақты эрозиядан қорғау. Үшінші, нитраттардың өсімдік тамырлары тараған қабаттан жойылуын болдырмау. Төртінші, топырақты жас органикалық заттармен байыту. Бесінші, арамшөптерді басып тастау. Алтыншы, топырақты санитарлық жағдайын жақсарту. Алғы дақылдардан кейінгі шаршауын тоқтату. Дәрісті қорытындылай келе, ауыспалы егіс ауыл шаруашылығында дақылдарды кезектестіру арқылы топырақтың құнарлылығын сақтап, өнімділікті арттыратын тиімді әдіс. Ол топырақ құрылымын жақсартып, ылғал қорын сақтауға, арамшөптер мен зиянкестердің таралуын азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл әдіс еңбек пен техниканы тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, ауыспалы егістер ауыл шаруашылығының тұрақтылығын қамтамасыз ететін негізгі тәсілдердің бірі. Оны дұрыс ұйымдастыру, жоғары өнім алу, топырақ ресурстарын ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады.